eGov Mobile мобилді қосымшасында және eGov KZ порталында білім беру ұйымдарынан шығатын ресми құжаттарды апостильдеу қызметі қолжетімді. Бұл қызметті eGov Mobile қосымшасында алу үшін келесі қадамдарды орындаңыз. Авторизациядан өтіңіз. Қызметтер. Білім бөліміне өтіңіз. Білім беру ұйымдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою қызметін таңдаңыз. Қажетті деректерді толтырыңыз, құжат иесі жіберілетін елді көрсетіңіз. Апостиль қойғыңыз келетін азаматтарға арналған үкімет филиалын таңдаңыз. Апостильденетін құжаттың мәліметтерін көрсетіңіз. Құжаттың көшірмесін тіркеңіз. Қызметке қол қойыңыз. Құжаттарыңызбен танысқаннан кейін сізге төлем туралы хабарлама келеді. Төлеу батырмасын басып, электрондық үкіметтің төлем шлюзі арқылы төлем жасаңыз. Содан кейін жеке кабинетте өтінімнің мәртебесімен танысып, құжатты азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясынан алу қажет.